саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Арыс қаласындағы номері 17 колледж педагог-психологы Ақкузова Бибіжан Аймаққызы. Бүгінгі тренингке дайындаған тақырыбым оқытушылар арасында жағымды психологиялық ахуалды қалыптастыру. Тренинг мақсаты оқытушыларды өз-өзімен, өзіндік жеке ерекшеліктерімен таныстыру, қарым-қатынастарын нығайту, қашықтықтан оқытуда жағымды атмосфера қалыптастыру болып табылады. Тренинг жоспары: сәлемдесу, жапон әліппесі жаттығуы, өзіңді білгің келсе жобалық тест, өмір неткен ғажайып видеоролигі және кері байланыс. Сәлемдесу, жапон әліппесі жаттығуы. Мұнда оқытушылар осы әліппе арқылы өздерінің есімдерін жапон тілінде қасына сын есім қосып айтып шығуы керек. Мысалы, әдемі бегайым деген жапон тілінде кате курин зуку жикаки деп аталады екен. Бегайым апайымыздың есімі. Міне осындай барлықтарыңыз өз есімдеріңізді жапон тілінде айтып көрсеңіздер болады. Көңіл күйлеріңіз бір көтеріліп қалады. Өз есіміңді жапонша ата деген словарды көрсетіп отырмын. Өзіңді білгің келсе жобалық тест бойынша. Бұл тесттің мақсаты: әрбір оқытушы өзінің мінез құлқын және жеке қасиеттерін анықтай алады. Ол сурет, яғни А4 форматындағы ақ қағазға сурет салу ұсынылады. Суреттің түрлері: күн, тау, үй, гүл, ағаш, жол, қапшық, жылан, сақина. Суретті салып болғаннан кейін суретке қарай талдау жасаймыз. Жобалық тесттің жауабын ұсынып отырмын. Өмір неткен ғажайып видеоролигін тамашалайық. Өмір. Менің атым Өмір. Мен үшін де ертеңгі күн белгісіз. Карантинді айтып отырмыз. Қанша уақытқа созылады деп жүрген боларсыз. Асықпаңыз. Өмір үзілісте, қажет өмірде. Бұның бәрі уақытша. Өмір өтеді де кетеді. Білесің бе, өмірде не маңызды, не қажет? Сіздің күлгеніңіз, күліп жан-жағыңызға жылу шашып жүргеніңіз. Іштей бәрі жақсы болады деп айта жүріңіз. Осы болып жатқан істердің барлығының артында бір жақсылық барын біліңіз. Жүрек тыныштығының бұзылуына еш уақытта жол бермеңіз. Өмір ғажайып, өмір ғажап, әсіресе оны байқай бастағаныңызда. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Қорытынды кері байланысқа мен бірнеше сұрақтар дайындадым. Бірінші: мені жұрт кім деп ойлайды? Мені кім деп ойласа екен деп ойлаймын. Дәл өзім кіммін? Мен жұмыста кіммін? Мен отбасымның алдында кіммін? Осы сұрақтарға байыппен асықпай жауап беріп, өзіңіз шешім қабылдасаңыз болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болайық.